Бәріне сәлем достар, сіздерді Real.nar арнасында қош көрдік. Бүгін сіздерге Американың спорт әлемін шошытқан сұмдық жағдай туралы айтып беретін боламын. Ал видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнама жазылмаған болсаң жазылып, қоңыраушаны мыжып кет. Бұл арнаның дамуына өте маңызды. Гимнастика деген тек жоғарғы нәтижелерді талап ететін спорт түрі. Сондықтан ол жақта тек қатал және аяусыз жаттықтырушылар. Мына кісінің есімі Ларри Нассар. Ол ақш гимнастика құрамасының дәрігері және Мичиган университетіндегі колледждің медицина профессоры. Ларри тренерлерге қарағанда мейірімді және қамқор адам болған екен. Гимнаст қыздарды үнемі қуантып, тіпті сөмкелеріне кәмпит салып жүреді екен. Жас қыздардың тобықтарын ауыртпай, орап беріп, жарақаттарын емдеп жүрген дәрігер. 1997 жылы Лариса Бойс есімді гимнаст қыз Ларриге шағымданады. Ол бас жаттықтырушыға Кэти Клареске Ларридің оған саусақтарын тығып жүргенін ашық айтады. Бірақ жаттықтырушы оған сенбей қояды. Ол ондай лас әрекеттерге бармайды. Қаласаң үстінен арыз жаз. Бірақ болашағыңды ойла, деп жаттықтырушы жас қызды қорқытады. Дәрменсіз қыз маған проблема қажет емес деген күйі жүгіріп шығып, туалетке тығылады. Әбден жылап езілген қыз тіпті тренировкаға да қатыспайды. Келесі процедурада дәрігер Ларисаға былай дейді. Мен Кэттимен сөйлестім. Ол маған сені не мазалап жүргенін айтты. Мен саған көмектесіп жүрмін ғой, оны өзің де білесің. Ларри дым болмағандай беті бүлк етпей әңгімесін аяқтайды. Байғұс қыз ыңғайсызданып, мені кешіріңізші, мен қателестім, деп жауап береді. Лариса өзін кінәлай бастайды, ал Ларри түк болмағандай отыра береді. Сосын Ларри алдыңғы істерін қайталайды, және бұл сұмдық бірнеше жыл бойы жалғасады. Қалайша бұл білікті маман Ларри Нассар 22 жыл бойы 368 жас гимнаст қыздардың қыздығын алып, түк болмағандай жұмыс істей берді. Бірге анықтауға тырысып көрейік. Сырт көзге Ларри мейірімді, көңілді адам болып көрінеді. Бала шағасы бар, ересек адам, мықты дәрігер. Ол қыздардың жарақаттарын емдеп қана қоймай, проблема ішкі сырларымен де қызығатын. Ол гимнаст қыздарды жалғыз өзі ғана қабылдайтын. Бірақ ереже бойынша әйел кісі де ол жерде болуы қажет. Оған қоса ол медициналық қолғап кимей жұмыс істейтін. Десек те жаттықтырушылар оған көз жұма қарайтын. Гимнаст қыздардың белі немесе ауынан басқа жері ауырып келсе де, Ларри бәрібір саусақтарын жыныстық органдарына тығатын. Дәрігер бұл әрекеттерін ол жақта рефлекторды нүкте бар, ол арқылы мен жарақаттарыңды емдеймін деп түсіндіретін. Лас әрекеттерін істеп жатқанда Ларридің аузы жабылмайтын. Ол жас қыздарды әңгімеге тартып, оқу отбасы жайында өтірік сұрақтар қоятын. Кәмелетке толмаған спортсмен қыздар оған толықтай сеніп, мұның бәрі заңды құбылыс деп есептейтін. Ларри тіпті белдігін шешіп ыңырситын, бірақ секс деген нәрсені көрмеген жас қыз мұның зорлық екенін қайдан білсін. Ол спортқа келгелі бері естігені, Ларри Олимпиада ойындарының бас дәрігері және ол саған көмектеседі. Байғұс қыздар еш күмәнсіз жүре берген. 2014 жылы Мичиган университетінің студенті Аманда Тамашоу ресми түрде Ларри Нассарға шағымданады. Қыздың айтуы бойынша, Ларри оған саусақтарын тыға бастағанда Аманда оны итеріп жіберген. Сасқан Ларри бұрышқа тығылып, мүшесінің тұрып кеткенін жасырмақшы болған. Университет тергеу жұмысын бастайды. Ларридің әрекеттерін бағалау үшін 4 білікті сарапшы шақыртылады. Бірақ олар Ларридің таныстары болып шығады. Үшеуі оның бұрынғы студенттері болса, біреуі таныс дәрігер болатын. Сарапшылар зорлық іздерін таппай, Ларриді 3 айға жұмысынан шеттетеді. Тергеу аяқталған соң, ол жұмысына қайта оралады. Көктем 2015 жыл. Ай сайынғы жиналыста ұлттық құраманың спортсмен қызы Мэгги Николс Элли Райсман есімді гимнаст қыздан былай сұрайды. Осы дәрігердің әдісі қызық екен. Неге ол маған саусақтарын тыға береді? Ондай нәрселер маған қажет емес сияқты. Бұл әңгімені Мэггидің жеке тренері естіп, спорт гимнастика федерациясына мәлімдейді. Федерация президенті Стив Пейни бірінші ішкі тергеу жұмысын бастайды. Тергеу 5 аптаға созылады. Ол уақыт ішінде
Ларри өз жұмысын істеп жүре береді, өйткені шағым федерациядан ары ешқайда тарамайды. Бір жағынан бәріне похуй болған секілді, және жас қыздарға ешкім сенбеген. Қыркүйек айы 2015 жыл. Ларри аяқ асты жұмыстан шығып, Мичиган университетінен кетеді. Осы сәттен бастап жақсы, адал американдықтың жаман, лас қасиеттері баршаға мәлім болады. Тамыз айы 2016 жыл. Индианаполис Стар газетінде ақш гимнастика құрамасындағы сексуалды зорлық жайында мақала жарық көреді. Ларридің баяғы пациенті 32 жастағы Рэйчел Дэн Холландер ол газеттің редакциясына хат жіберген болатын. Ол хатта Рэйчел дәрігерді оған зорлық көрсетті деп кінәлайды. Басында спортсмен қыздардың көбісі бұл хабарға сенгісі келмейді. Бірақ мақаланы оқып шыққасын көздері ашыла бастайды. Рэйчел басынан өткізген сұмдық, лас нәрселерінде олар өздерінің өткен тәжірибесін сезінеді. Бәрін түсініп, шындыққа көздері жеткен спортсмен қыздар шок болады. 2017 жыл. Ларри Нассарды барлығы жан-жақтан кінәлай бастайды. 2012 жылға Олимпиада ойындарының жеңімпазы Макайла Мароунидің айтуы бойынша 13 жасынан бастап оған Ларри сексуалды іс-әрекеттер жасай бастаған. Одан кейін қыздарға Олимпиаданың 2 дүркін жеңімпазы Габриэла Дуглас, Олимпиада жеңімпазы Джордан Уибер және Олимпиаданы 4 рет жеңген гимнастика жұлдызы Симона Байлз сынды спортсмендер қосылады. Олардан бөлек 170 спортсмен әйелдер де өз шағымдарымен бөліседі. Ларридің бұл лас әрекеттері 90 жылдары басталған екен. Дәрігердің құрбандары ата-анасына, жаттықтырушыларға, тіпті полицияға да Ларри саусақтарын біздің жыныстық органдарымызға тығып жүр десе де, олар Ларри Нассар құраманың мықты дәрігері, өз ісін жақсы білетін адам деп жауап беріп жүрген екен. Ақыр соңында Ларриді қамауға алады, бірақ гимнаст қыздардың шағымдарынан емес. Ларри өзінің досының 6 жасар қызының алдында шешініп, оның интимді жерлерін ұстаған екен. Кішкентай қыз мұны ойын деп ойлаған, ал оның ата-анасы басқа бөлмеде Ларридің әйелімен сөйлесіп отырған екен. Ол қыз спортсмен де болмаған. Ол жай досының кішкентай қызы. Ларри көп ұзамай $1 миллион залог төлеп бостандыққа шығады. Бірақ оның үйінен 37 мың балалардың порно видеолары табылған соң, оны екінші рет қамайды. Ларри сексуалды зорлық көрсеткенін бірден мойындамады. Басында оған қарсы 88 қыз куәлік көрсету керек болатын. Бірақ Ларриден зардап шеккендер күннен күнге көбейіп, соңында 156 қыз куәлік көрсетті. Сот 16 қаңтар 2018 жылы басталады. Бір апта бойы қыздар өздерінің сұмдық оқиғаларымен бөлісіп, Ларридің көзіне қарап, жылап кетіп жүрді. Сотта болған адамдар оларға шапалақ ұрып, қолдау көрсетіп отырды. Сот шешімін қабылдамай тұрып, Ларри былай деді: "Сендердің сөздерің осы күндері маған ауыр тиіп, мені қатты дүркіретті. Менің жағдайымды сендердің кешкен азаптарыңмен салыстыруға келмейтінін түсініп тұрмын. Мен істеген істеріме қаншалықты өкініп тұрғанымды жеткізуге сөз жетпейді. Менің кешірім сұрауға да тілім бармайды. Сендердің сөздеріңді мен өмірімнің соңына дейін сақтаймын." 24 қаңтар күні Ларриді 175 жылға бас бостандығынан айырды. Оның ішінде 60 жылын балалар порнографиясын сақтағаны үшін. Дәрігер құрбандарынан кешірім сұрады. Сот төрешісі Розмари Акуалина Ларриге былай деді: "Мен қазір ғана сізге өлім жазасын тағайындадым. Сіздің бір күні түрмеден шығып кетуіңізге мен жол бермеймін." Ларри жұмыс істеген университет жәбірленуші қыздарға $500 миллион өтемақы төлеп берді. Одан бөлек 215 миллионды федерация төледі. Ларри Нассардың 2 қызы және 1 ұлы бар. Күйеуінің қылмыстары белгілі болғанда, Ларридің әйелі онымен ажырасып кетті. Ларридің артынан қыздарды қорғай алмай, жылдар бойы созылған сұмдыққа көз жұмған адамдарға да қылмыстық істер ашылды. Гимнастика федерациясының бүткіл басшылары жұмыстан босатылды. Мичиган университетінің президенті мен оның спорт ассистенті де жұмыстарынан қуылды. Бұл Американың спорт әлеміндегі ең үлкен дау және кінәсіз қыздардың үлкен трагедиясы. Балаларымызға көз құлақ болайық, ағайын. Өмірде тыйым салынған 2 нәрсе бар:
Біреуі адамдардың заңы бойынша, екіншісі Тәңірдің заңымен. Ешқашанда біреуді қосылуға мәжбүрлеме. Ол зорлық деп аталады. Және ешқашан балалармен жақындаспа. Ол күнәлардың ең ауыры. Ал қалғанын өзің таңдарсың. Сенің қалауыңды орындайтын адам әрқашанда табылады. Пауло Коэльо, Вероника өлемін деп шешті романынан.